Жақсы мәселелер айтылды, жоспарлар айтылды. Барлығы да оңынан болсын дей отырып, екінші раундымызды бастаймыз. Сұрақ жауап, тағы да қайталаймын. Сұрақ қою уақыты 20 секунд, жауап беруге 3 минут уақыт беріледі. Рахмет, шәкірт. Сұрағыңыз кімге қоясыз, кімдерге қоясыз? Рұқсат болса, сұрағымда осы жерде екі кәсіпкер бар екен. Айта кетсеңіз. Қуаныш Атапкелұлына және Ақмарал Самиғоллақызына қойсам деймін. Түсінікті. Сұрақ қою уақытын белгілейік. Қуаныш Атапкелұлына сізге сұрақ қойсам. Уақыт сұрақ қою. Сіз кәсіпкерлікті дамытамыз дейсіз. Биылғы төтенше жағдайдың кезінде кәсіпкерлер қатты дағдарысқа ұшырағаны белгілі. Осындай төтенше жағдайдың кезінде дағдарыстан кәсіпкерлерді алып шығудың қандай сіз әдіс тәсілдерін ұсынар едіңіз? Ондай жағдай қайталанбасын деп тілейміз. Екіншіден енді ондай жағдай болған кезде кәсіпкерлердің ең көп қиналған кәсіпкерлер екені белгілі. Жұмыстар тұрып қалды аяқ астынан. Бір кәсіпкер бірнеше семьяны бағып отырды. Сондықтан ол көп қиындықтар туғызды. Енді ондай жағдай болса, амал жоқ, үкімет жаңағыдай карантин шаралар қолданатын болса, бағыну керек тәртіпке. Ол біріншіден енді. Ал егерде үкімет жағынан, билік жағынан айтатын болсам, көп кәсіпкерлер кредитпен отыр. Қазірде кредитпен отыр. Үкіметтен айтты, кредитті төлемеңдер 2 айға, 3 айға деп. Ал бірақ ар жақ мәселесін тұғырлықты сол кезде шешкен жоқ. Кредитті төлемейміз деді, бірақ банкіге барған кезде олар черный списокке кіргіземіз деді біріншіден. Екіншіден артынан премия қосамыз деді. Міне осы мәселесін түпкілікті шешіп беріп, сосын барып кредит төлемейсің деп айтса. Біріншіден. Екіншіден, мынау кәсіпкерлердің объектілері бар ғой, яғни жаңағыдай салондары бар, мойкілері бар, кафелері бар, соларда көрінбейтін шығындары бар. Яғни айтқанда, тоқтың өзін олар жұмыс жасамаса да тоқ қолданып тұрады. Сол монополистермен шешіп алу керек мәселені. Тағы да тоқтататын жағдай болса, сол монополистермен келісу керек, немесе заңға енгізу керек үкімет. Сондай жағдай болған кезде жартысын төлеуге, жартысын төлететін болуға кәсіпкерлерге. Бәрі ол жаңағыдай жанбаса да газды да жүріп отырып, заңыз жылту керек. Жаңағыдай светінде бәрі жанып тұрады. Сондықтан монополистер мәселені шешу керек. Үшіншіден мәселе көп қиналғаны, аренда мәселесімен көп қиналды кәсіпкерлер. Енді үкіметтен алған арендаларға әрине оларға жеңілдік берді, тоқтатты, бірақ кәсіпкер мен кәсіпкерлердің арасындағы аренда мәселесін бұны енді совсем тоқтату керек деп айтпаймын. Бірақ та соны жеңілдік жасау жағын бір ойластырып қарау керек, бірақ қалай екен оны ақылдасып шешу керек. Аренда мәселесімен де көп қиналып қалды. Соны мәселе көтеріп, бәрін шешіп барып, сосын барып жабатын жапса, онда кәсіпкерлер бағынады. Әрине тәртіпке бағынған ел құл болмайды дейді ғой. Тәртіпке бағыну керек. Тағы да уақытым болса, мынау кәсіпкерлерді сосын налог жағынан да босату керек деп ойлаймын. Неге десеңіз, жаңағыдай 3% налогтан босатты қазір 3 жылға. Бірақ та жұмыссыздық неге резко бірден көбейіп кетті? Себебі кәсіпкерлер жаңағы басты ең керек деген мамандарына зарплата төлеп ұстап отыр, мәжбүр оған. Айтпаса кетіп қалады кәсіпкерлер. Жаңағы жақсы мамандар. Сол үшін ақша төлеп ұстап отыр. Сол ақшаны төлемеу үшін жұмыстан шығарды, бірақ наличка былай ақша беріп отыр. Кездерде болды. Сондықтан налогтан түбегейлі босатса, сол кездерде карантин кезінде. Онда жұмыстық мәселесі ондай. Рахмет. Жауап түсінікті болса, Жауап түсінікті. көрермендер арасынан сұрақ болса, сұрағыңыз бірінші кімге? Қуаныш мырза. Уақыт белгілейік. 20 секунд уақытыңыз. Қуаныш мырза, сіз мана айттыңыз, әкімшілік тарапынан кәсіпкерлерге жер алып береді. Ол жер алып берген өзінде де инфрақұрылыммен жасап береміз деп. Сіздің мана мен ең бірінші шыққанда естігенім. Енді сіз біздің Жылой ауданына қандай өндіріс жасауға болады, сіз енді инфрақұрылыммен алып береміз деп тұрғаннан кейін уақыт сұраңыз. Түсінікті ме сұрақ? Біріншіден, жер берілгенде жаңа инфрақұрылыммен берілу керек, кәсіпкерге дайын болу үшін, бірақ сол жерде құрылысты салып алу керек. Сосын ол жерге кәсіп ашу үшін сізге керек болғанда не салу керек деп тұрсыз ғой. Не жасауға болады дегенді түсініп тұрмын. Өндіріс аймағын салуға ол жерде беріледі. Өндіріс аймағын салуға көп
өндіру үшін көп алысқа бармай-ақ қойып, осы жақын жерден алатын болсам, сізге бір кішкентай бір идея айтып барайын, соны іске асыра алсаңыз. Мынау іргемізде Теңгиз бар, Теңгиз мекемесі. Сол жерде нандар, күнде желінген нан бар, стол ойдан шыққан нандардың бәрін мусорға лақтырып жатыр. Ол нан әр қайда кетіп жатқан білмеймін, әр қайда сол кете ме, не кете ме. Сол нанды алып келсеңіз, содан жаңағы бір аппараттарын алып жасасаңыз, жем жасап шығаруға болады. Мысалы, ол да өндіріске жатады. Ол өте жақсы өндіріс болады да негізі. Сол жаңағы айтып тұрған кәсіпті сіз бизнес планыңызды нақтылап, жақсылап алып келсеңіз, сізге даже грант та беру мүмкін ол үшін. Сондықтан сол мәселемен айналысуға атпенші. Енді кәсіптің түрі көп қой, адам ойланса, несі болады десе, әртүрлі өндірістер жасау болады. Сондай, мысалы сондайлар жасау болады. Нақты сұрағыңыз. Уақыт кетті. Өндірісті шығару үшін кейбір шикізаттар басқа облыстан тасымалданады. Сондықтан себестоимость қымбат болып келеді. Осы мәселенің шешімі қандай болады? Уақыт кетті. Енді бәріңіздің өндіріске мағжун шикізат далада басқа жақтан тасымалданатын шын. Мына жерден енді жасаған кезде тасымалдап алып келген кезде өзінің бағасы қымбатқа шығады, әрине оны сату да қиын болады. Бірақ та мен ұсынар едім, шикізатты қайдан алып келеді? Осы облыстың ішінен алып келеді, оны темір жолмен тасымалдайды. Бәрін темір жолмен алып келеді, вагонменен мысалға құрылыс материалдарын шығару үшін шегін алып келеді, погрес алып келеді. Сонда темір жолдың бағасы өте қымбат, сондықтан ол шикізатты алып келіп тасымалы қымбат болады да, өзінің бағасы жоғары болады. Мен үкіметке ұсынатыным, темір жол, Қазақстан темір жолыменен келісіп, осы өндіріс шығаратын кәсіпкерлерге жаңағыдай шикізат тасымалдауға тарифін түсірсе, мүмкін сонда ол өндіріске қарата бет бұрған деп ойлаймын. Тасымалдауын, яғни тасымалдауын тарифін түсірсе. Ол бір затты алып келу үшін оны екі есе құнына шығатындай не алады. Қазір бағаларын білмеймін қандай, бірақ сондайға шығады, өзім араласып көріп жүрген жерлерде. Сондықтан сол темір жолдың тарифін түсірсе, көп көмек болады. Рахмет. Ассалаумағалейкум, бір сұрағым бар. Аязбай Қуаныш деген кісіге. Сіз жаңа айтып өткендей, сыбайлас жемқорлыққа қарсы туралы. Кешіресіз. Сұрақ? Аязбай Қуанышқа. Жаңа сіз айтып өткендей, сыбайлас жемқорлыққа қарсы итермелейтін істерді болдырмау үшін сіз не істер едіңіз? Оны болдырмаудың біраз мана нелерін айттым ғой, жолдарын. Біріншіден, адамдардың арасында, халықпенен жаңағы документ беретін адамдардың арасында қатынас болмау үшін электронды қылу керек біріншіден. Екіншіден, жаңа созбаққа салынып жүрген мәселелер бар. Әдейі созу мүмкін, ол ертең кел, әне кел, міне келді. Сондай созбаққа салынып жүрген мәселелердің өзі, оны шешу үшін жаңағы ақша беруге, я басқа да заттарға итермелейді. Сондықтан ондай жағдай болатын кезде Нұр Отан партиясының халыққа көмек жобасы бар. Сол арқылы талап қойып, заң жолымен шешіп беруге атсалысуға болады. Екіншіден, мана жастар деп айттым. Жастардың қазір міне қарап тұрғанда осы жерде жастар тұр, талаптар дейтін, бұлар дейтін таудай. Бұларға қоғамға араластырса, бұлар сол сыбайластықпен күресуге меніңше өзінше белсенді қатысады деп ойлаймын. Сондықтан жастарды араластыру керек манағыдай. Болмаса, манағы айтқаным, жасырын тұтынушыны қолдану керек, обязательно. Міндетті түрде жасырын тұтынушыны қолдану керек, сонда ол басқа да әрекеттерге бармай, жақсы тәртіпті жұмыс жасайды деп ойлаймын. Осындай жолдарын айттым мана негізінде. Басқа да. Рахмет. Кешіресіздер. Сұрақ. Бірден екі сұрағымды қойып жіберейін. Қазір бос сөз емес, нақты шешім жолын қандай ұсынасыздар. Мына Telegram, әлеуметтік желілерде, WhatsApp'та Құлсарын адамдарын жұмысқа алмаймыз деген аудио тарап жатыр. Оны бұрыннан да біліп жүрсіздер. Мысалға, теңіз кенішіне жылайтын адамдар көп орналастырылмай жатыр. Осыны шешудің қандай нақты жолы бар? Бірінші сұрақ. Рахмет. Сұрағыңыз өте орынды. Енді мынау Теңгиздің іргесінде тұрып, енді жұмыстың ортасында тұрып, жұмыс таба алмай жүру ол енді сын барлығымыз үшін де. Енді бұл жерде мындай мәселе бар. Теңгизде жұмысқа алған кезде оларда бір комиссиямен шешіледі негізінде. Ал әртүрлі документтерді қарайды. Мен бұрыннан да бері осы ұсынысты айтып жүрмін. Осыған біздің ауданнан бір комиссия құрылып, анау жұмысқа алып жатқан жерге барып біздің бір мүшеміз отыру керек сол жерде. Яғни
мынау басқа жерден келген адамның документін қарап жатыр, сосын мынау жергілікті адам документін қарап жатыр. Жергілікті адам документін алып қарайды, ысырып тастап, ананы келіп алып жатқан кезде сол жерден біз араласып қарауымыз керек. Неге? Не үшін? Екеуінің де мамандықтары бірдей болса, екеуінің де тәжірибелері бірдей болып, ананы ысырып тастап тұрса, мынаны алуға міндеттеуіміз керек. Біріншіден. Екіншіден, мына Тенгизде қай жақтың басшысы қай жақтікі, сол жердің жұмыста адамдарын алады. Мысалға, басшысы ол дейді оңтүстіктен болса, сол жердің адамдардың бәрі оңтүстіктен болады. Оралдан болса, сол жердің жұмыстағы адамдардың бәрі Оралдан болады. Сондықтан осында қадағалау керек. Манағыдай енді оларға жеке кәсіпкер, оларға сыбайлас жемқорлықпенен өйтіп қарай алмаймыз. Бірақ контрольді жасауға болады. Манағы меморандум ішіне сол мәселелерді енгізу керек. Басқа жақтың несінен алдыртпауға, манағы басшы сол жердік бола тұр алдыртпауға. Уже көзге белгі көрініп тұрған зат қой. Сондықтан манағыдай партияның жобалары арқылы немесе жаңа меморандумға енгізу керек сол мәселелерді қарауға. Рахмет.